Қайрат видео студиясы ұсынады. Сіздердің бүгінгі көріп тамашалайтындарыңыз шынайы оқиғаға негізделген. Ұлы байтақ қазақ жерінде 2000 жылдық тарихы бар таразымыздың төрінде бірлігі мен ынтымағы жарасқан отбасында дүбірлі той қуаныштан естелік. Ұлы қуаныш, бақыт, ырыс, берекеге толсын. Тойларымыз тойға ұласын. Бүгінгі тойдың ұйымдастырушысы Иван Бринт. Асыға Олжас. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойдың тізгінін ұстағалы отырған Жамбыл жерінің мақтанышы, Тараз қаласының тарлана, талай асылы асабалардың арлана, Ошақтылар азау дейін бір шұлық қойшы досын емесі. Ошақ дейді, тойманы шыққан болсын. Керемет. Екі дүниен жасыл болсын, абат болсын, қос тойын қабат болсын деп, бүгін көкемнің 70 жасты ханның үстінде тойы құтты болсын ағайын. Ассалаумағалейкум қазағым қандасым ай, барлығыңыз есен аман барымызсың ай. Бүгінгі қос тойыңыз әдемі тойханада басталды. Президенттің Астанадағы ақордасындай. Алдарыңыз ашып сөз бастайын, ән бастайын, еліне жолдырылған ел басындай. Құлақ қойып қалқыма тыңдасаңыз, қанаттың көкке қыран самғасын ай. Дұшпан асын қақпасын, сыртымыздан сатпасын. Бүгінгі 70-ге де болған көкемді Құдай 110 жасқа дейін бірі жалдан сақтасын дейді ағайын. Баладай дастархан жайып бәрімізге, баладай пейіл көрсетіп отқан тойдың егесі, көкем мен шешемнің ұл қыздарына бір дуыл шапалақтап қойып ағайын. Уақыт созбайық, әдетті тозбайық, ертеңді кешікмайық, бүгінгі тойдың төріне ас еңесімен дәмді деп, кішкентай ханды, көкемді бәрін этно ансамбльмен қарсылайық. Орнымыздан тұрып, шапалақтай амай-амай ұрып, бойынды ес жаққа бұрып, сәлде болсын жымиып күліп, тойдың егелерін қарсылайық ағайын.
Оразбай көркем 100 жасасын енді бір шулап қойықшы. Миллион, миллион, миллион қол қайда. Қаттылеп айқайлап шуласақ болмайды. Бүгінгі көкемнің 70 жас тойында шешемізге бір шапалақ болмай ма? Миллион, миллион, миллион қол қайда. Ханымызға бір пакетшка болмай ма? Бүгінгі біздің сүндет тойымызда тойдың иелеріне бір қошемет болмай ма? Күшті. Ағамыз шықты бүгін 70-тің төбесіне, уақыттың тәңдіміз ғой төбесіне. 100-ге дейін жасаман бол, періштелер қияп жүрсе елесіне. 70-ге бастап жолы бересің, білем көке өмір оңай емесің. Тағы бір 70 жыл жасаңыз, қалғаны Құдай қыласа көресіне бір мақтап қойын. Енді екінші тойына сүндет той, ханыңда сүндет той құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, жолы ақ болсын, басына бақ болсын, отыратын жері Астана қаласында тақ болсын. Ағаты көрінге сай болсын, болашақта атасы мен апасы сияқты бай болсын. Ал, енді ақпай болса келіңіздер, қандай күшті. Тойдың басы жақсы басталды. Ендеше фотоға түсіп алайық келіңіздер. Естелік керек, семейный фото жасап алайық. Бұл қыздары келіңіздер, көкермен. Той істердікі қалаған жерлеріңізде отырыңыздар болады. Төрде де дастархан жайып қойдық. Мына дастархан отырсаңыздар болады. Сонда тойларыңыз құтты болсын. Тағы да Ақжолды даяшылар жинап алсаңыздар, біз енді бір батамен ашқымыз келіп отыр тойды. Біз қазақ халқы аттан жылсақта салттан жығылмаған халықпыз. Сонда бір батамен жақсылар қай жаққа жеше төрге шығыстыр ма? Осы ма еді? Рахмет, ел ағалары бүгінгі Лаудастыры тойымызда
қуанышымызды ашып беру сәттері өздеріңізге бұйырған екен. Келіңіздер ағайын, аумин деп қол жайық, үлкен асқа баталайық. Шуламашы, шулама. Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Міне бүгін ұлыстың ұлы күні Оразбай батыр жиеніміз 70-ке толып қапты. Құтты болсын, жазыңыз. Мына гүлі келгеніміз екеуіміз 70-тен жел өтіңіз, 80-нен секіріп өтіңіз, 90-ға тоқтамай 100-ге жетіңіз, ар жақтар көресіздер. Құдайым қолдасын, Алла тағала оңдасын, бақ қонсын басыңа, қыдыр білесін қасыңа. Үй ішіңе амандық берсін, деніңе саулық берсін. Алла тағала үй үшін жанға толсын, қорам малға толсын. Алладан не тілесек, тілектерін қабыл болсын. Аумин. Рахмет көке, берген батаңыз қабыл болсын, жиналды алыс жағын туысыңыз, алтынға толы болсын уысыңыз, 90-100-де атқан мінген ата жолын сізде қуысыңыз деп, сіздерге сыйымыз бар. Осы тойды ашып бергендеріңіз үшін қос көкеме шапан кигізіп, шапан жабамыз ағай, міне қазақтың салты бойынша. 320 күн аманы, шығыстан шыққан күндер, батыстан шыққан күндер, оңтүстік отан ордасы, солтүстік сылған жүрегі. Тойымыз сорғала демі басталды, тойымыз ашылды, батаның шашылды, таяқ жерге тасталды, бүгінгі той басталды деп, бүгін енді Оразбай көкеміз задание берді. Тамада жолдас ешқандай деген тойыма келген қонақ үйіне сыйлықсыз қайтып кетпесін өтініш деді. Сонда сыйлықтардың өзіне ойынға сыйлық берді. Сонда келесі біріншіден адамға сыйлық берейік, бір мотивация болсын. Ең бірінші келген қонаққа сыйлық беріп қойықшы ағайын. Кім бар уақытпен келген бүгінгі тойға, пунктуальный болып келген, маған алдыда көке міне музыка қойш, бірінші болып шығайын деп тұр ғой. Рахмет аға, бүгінгі алғашқы сыйлығыңыз құтты болсын. Сағат қаншада келдіңіз тойға? Мен 6-ға 15 минут қалғанда шудан келіп отырмын. Шу қаласына көп кетпеңіз. Сыйлығымыз бар. Сіз келген кезде залда адам болды ма, ешкім болған жоқ па? Болды ғой, рахмет. Сыйлықтарға берсеңіздер көкемізге бір сыйлығымыз бар. Шудан келіп отыр екен. Шу қаласынан. Көңілді күй келмесе де, жақсыға жаман ермесе де, бұл кісі бізді шын сыйламаса, шудан келмесе деп көкемізге сый сияпат. Сол кісіге бір сыйлық беріп қойып, қайықта Қарағанды қаласынан шу мағайын, Қарағандыдан келіп отыр екен мына жақта. Ал билеп шығыш көке, тойға қуаныш Көкем енді рахмет. Көке, Қарағандыдан келіп отырсыз ба, кәдімгідей сонда? Шын Қарағанды ма? Шымкент жақтан? Жоқ, Қарағанды. 1200 километрді бағындырып осы той үшін келдіңіз ба? Басқа жұмыстарыңыз болды ма? Жоқ, той үшін келдім. Ой, рахмет. Кім боласыз бүгінгі тойға? Досым. Ораз досым мен. Болды көке. Сенбі құтты болсын, манда барыңыз. Ағам Қарағандыдан келіп отыр ағайын. Достарым шулап қойыңыздар. Ағамыз өз города Қарағанда, жымиясыз біз Қарағанда, сіз дегенде жүрек соғар, ойнағандай барабанда.
енді ағайын осылай сый-сияпаттар бере береміз, ешкімді қинамаймыз, шықсаңыздар болды. Бірінші тостың ағайын тізгінін енді абалайын, әулеттің үлкендері, ағайындар, Дүзел апа, Төлеу, Рая, Мәке, Қасымжан жұбайымен, Алтыншаш әпке, Айзат әпке, Гүлжахан әпке, Қалия, Хатша, Жанат, Мейрамбек, Жанар, Өскенбай, Бейсен, Салтанат, Мұхтар, Умия, Қанат, Зәмза, Салтанат келінмен дейді ағайын. Бірінші тост әулеттің үлкендері, келіңіздер, бір бимен шайшы, көңілден. Мен негізі бір тойдың егесі болсам, мына екісіге сыйлық беретін тойды көтеріп жатыр. Бүгінгі ошақты елін жастап мақтамасаң болады тілмен жаққасын. Я Құдайым қолдаса жіберейін мен атпасын. Халқым мені тыңдаса тізгінім бола тартпасын. Ошақты деген ғажап еледік, ғасырдың ашқан қақпасын. Шырқта болған ошақты тұяғын сеніп шақтасын. Қырымда болған ошақты көгінде ғана қаққасын. Ошақтың мықты жігіттері сөзіміз жаттасын. Я Құдайым жар болып, ошақты елін Құдай сақтасын. Өзім ошақты оғын көп көтті ғой. Ал көке, өзіміз бастап біресі сөйлейм. Ең көңілді қана апамнан үлкен ешкім жоқ ағайын. Ал келіңіздер, тілек тыңдайық, ниет тыңдайық. Көңілімізге сенім келсін, бәрімізге осы апамның жолын берсін. Мына кісі біздің жеңгеміз, мынау Төлек ағамыз. Бұл кісілер техникалық причинамен сөйлей алмайды, сондықтан маған. Ассалаумағалейкум ағайын. Ассалаумағалейкум жамиғат. Қош келесіздер. Алыстан келген құда-құдағи. Алыс жақындағы құда-құдағилар. Ағайын жекжат. Ағатайымның достары. Қош келесіздер. Сізді бүгін мына 70 жасқа толуыңызбен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын. Аманда осындай жақсылықта қызық тойда кездесіп, ол қызыңыздың қызығында тоймай, ортамызда шауып жақсылап жүре беріңіз. Қане мына кішкентай ағайын, өміріміз қайда? Хан Кенже Батаханның дені сау болсын. Еліне үйлеулі, халқына қалалы, азамат болып өсуіне жатсын алла. Бақытты да баянды ғұмыр кешіп еліміздің айтулы азаматы болсын. Әмін. Не ғой, Оразбай аға, келсеңіз шоқтаға. Тойдың кегесілер тілек айтып жатыр, кімге айтып жатыр бұл кісілер? Тілектер. Кім тыңдайды? Келіңіздер. Гүлжазира әпке. Шеше, келсеңіз. Тойдың егесі болып мына жаңа абыр-сабыр тоқтатайық. Жаңа келіндер өздеріңіз өз жұмыстарыңыз өздеріңіз істеңіздер. Бұл кісілер тойдың егесі болып бір тілек тыңдасын, ниет тыңдасын. Ал, мына кісілер міне бір құдалықтың дүниесіне келіп отыр мына сіздер үшін. Келіңіздер, армен қарай жалғайық. Аға. Мама сөзі бүгінгі көпшілік қауымға тойға
Sizin қадамдарыңызға Ораз жагеміздің тойы ойлады 70 жас. Тілектер айтылып жатыр. Сол тілекке бәріміз аман есен болыңыз. Жағы ешемегеніміз бір жаста бердіңіз. Бұл қыздарымыздың қызығын қойыңыз. Немере, шөбере, шөпшек дейміз. 100 жасамызды бар бізге келіңіз. Сосын ағайын барып қойыңызды айтқан деген сол сияқты амандық болсын, денсаулық болсын. Бәрімізге аман бақытты өмірде өмір сүре беріңіз. Ортамызда жүре беріңіз. Benim Orаз, gelinim Gülya, mına toyların kutlu olsun, 70'ge gelip atsın, Kudayga şükürüne kişkentay, iyileri kutlu olsun, jigit olsun, ülken azamat olsun. Men özüm, осы Ораз özümden deyingi, birge östük, bir avulda degендей. Biraz vaqt sırada жүріп қалдық. Дені сау болсын, енді Құдайға шүкір, өзім Құдай көріп, естіп жатырмын, Құдайға шүкір, жағдайлары жақсы дегендей. Енді мен тек қана осы дүниямен Оразға зор денсаулық тілеймін. Бала шағаларымның ортасында аман есен ұзақ жасап жүре беріңдер. Дендерің сау, бақытты болыңдар, балалардың қызығын көріңдер. Елімізде тыныштық болсын, халқымыз ауызбірлік болсын, ауызбірлік болайық, барлық жақындарымыз барлығы аман болсын, той боласын. Керемет. Енді осы апам сөйлесін, көңілдің күй толғайды. Бұл кеште бүкіл 300 адам сөйлеп тұрсақ та, апам сөйлемесе болмайды. Апа келіңіз. Құрметті осы кешке жиналған көпшілік қауым, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға жақсылық, береке, ынтымақ, байлық, денсаулық тілеймін. Бүгін мінекей ошақлар Ақсарайда дүрілдетіп той жасап жатыр. Аллаға шүкір, Орекеңнің 70 жасыменен қанның сүндет тойы болып жатыр. Қан енді айтады ғой, әке үйдің жарығы дейді, ана үйдің жылуы дейді, бала үйдің бақыты дейді. Мінекей сол қан бұларға бақыт болсын деп. Бақыт деген сөздің ішіне бәрі сияды екен ғой. Қанның өмір жасы ұзақ, дені сау, әке-шешесінің қуанышы, не ойласа да әке-шешесі сол қанға тілеген тілектері қабыл бола берсін. Ореке мінекей 70 жасқа толып отырсыз. 70 жасыңыз құтты болсын. Гүлай екеуміз бір шаңырақта, бір жастықта, бір отбасында қартайымызда. Біздер ұқсап, сіздер де Аллаға шүкір немере көріңіз. Немереден кейін шөберемен алақанды манжалаңыз. Екеуіміз де Аллаға шүкір бір аунап тұрдыңыздар енді. Мінекей, бірінші Алланың арқасы, екінші ақжаулықты дәрігерлердің арқасы. Енді мен ойлаймын, осы екеуіміздің осы жерде қалқайып тұрғандарыңызға себепкер бір жапырақ қарағыз, досияларыңыздың көп тейнеті бар. Ақшасын аяған жоқ, әкем мен шешем аман болсын деп, бар қымбат дәрілерді алып сіздерге салғызды. Міне соның арқасында дүрілдетіп той жасап жатсыздар. Аман есен болыңыздар, дендеріңіз сау, бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Аумин, апа айтқаныңыз келсін, жасыңыз 100-ге келсін, істейіңізге де апа той қуаныштар қосылып келсін, Құдай болса. Қандай керемет, бұл сіз ұстаз болған ғой, сөз соқтауы сондай мықты екен. Қалғандарыңыз қосылайын деп жатсыздар ма не? Әке, сіз өзіңіз түйіндеңіз, 90 ауыз сөзін тоғытай түйінден, я осы кісі жалғасын. Құрметті қауым, тойшыл қауым, біздің тәтемнің дешенің туған күніне әрі 70 жас тойына келіп отырсыздар. Барлықтарыңызға біріншіден рахмет айтамын.
тәтейінше мына 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, мына өсіріп отырған қандайыңыздың сүндет тойы құтты болсын тәте. Не деймін, дешем екеуіңіз бір жасқа қартайып, мәңгі үстін жасарып жүре беріңіздер. Главный денсаулық жақсы болсын, жаман болсын. Әке болдым, әке шеше болдым, шеше. Ағам, жеңгем екеуің аман болыңыздар, ортамызда қартаймен жүре беріңіздер. Canım әпкемнің көңілі болса екен, жарты жерді жасаған басалады, жазғыштан қандай жүйіге салады, әпкем көзіне бақыттың қуанышын жасын алады. Алла тойға келген қалайық, тойшы қауым, тойға бір ауыздан, аттерлетіп, алыстан жақындан келіп жатқан ағайындарға рахмет. Менің бұл ораз қайным, менен кейін үйленген бала, менің келінім Уля, оны ауыл болып жабылып алып қағам. Ана Зосияның өзін садикқа апарам, әкелем. Ал бүтіндер қараңдар, деп қояды, шешем, анамыздың мамасы. Менен сол кісілерден кейін біз болып қалдық енді, жарықтар. Той құтты болсын, еңбегі жансын. Менің келінімнің еңбегі зор енді, менің қайныма деген. Айналайын, жарқыратып, той жасап, бала-шағаның қызығын көріп, немере шөлгенің қызығын көріп, аттай шауып жүре беріп. 100% қосыларын сендердің жақсы болуларыңа. Халыққа елге рахмет, тыныштық заман болсын, тойымыз той боласын. Құрметті көпшілік қауым, бүгін мынау Ақсарай кафесінің мейрамханасында дүркіреген той болып жатыр. Менің нағашы ағам Оразбай 70 жасқа толып жатыр. 70 жасқа толған мерейтойы құтты болсын, денің сау болсын, отбасың аман болсын. Осы ұл-қыздарыңның өсіріп отқан немерелеріңнің қызығын көр. Осы достарыңның, туған-туысқан ағайындарының ортасында екеуің деңдерің сау болып, аман-есен күліп ойнап, қуаныш тойларында жарқырап жүре беріңдер. Мінекей хан немеренің сүндет тойы құтты болсын. Мұсылмандату, біздің сүндетке отырғызу, мұсылман еткеннің белгісі ғой енді. Мұсылмандату өзіміздің дәстүріміз, сүндет өткізу құтты болсын. Дені сау болсын ханның, жақсы халқымызға қалаулы, елімізге елеулі, ұл болып өссін. Не деймін, бар жақсылықты тілеймін, Құда қаласа. Той қаласа берсін. Өлең айтатын сіздерге ұқсатып кестіп, кішкенелеріне еттік сіздер қолға саламыз. Қандай, айтатыңыз еді, тұрсаңыз байқаймын мен, айтатын сіздер білем. Так, енді нүктесін өзіңіз қойыңыз әпке, бір құдалықтың дүниесі кеп сұқ, не деген сый-сияпаттар кеп отыр. Құрметті ағай, құда жекжат үлкен кісілер, сіздердің бүгінгі тәтемен дешемді сыйлап келгендеріңе рахмет. Алысты жақынды құда жекжат ағайын тобынға рахмет келгендеріңізге. Тәте, дешем бақытты болыңыздар, жастарыңыз 100-ге жетсін, немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіздер. Алла еңбектеріңіз жансын, мынау кішкентай балаңыздың сүндет тойы құтты болсын, бақытты болсын, ошақтылардың тойы құтты болсын, жасай берсін ошақтылар. Ошақтар қолдап отырмыздар, не деген мені музыкамен, сый-сияпаттамызды қолдаға түсейік. Сөйтіп бірінші тосты билеп көшірмен сіздер билеп келіп тұр. Қандай кереметсіздер. Ошақтар деген елдеріміз, жағыл деген жерлеріміздер. Қоштаспен жандардан жақылман, жұмақ деген ақшеке уақыттары, көрінбейсің көңілдің ашылмай. Сенің көріне кеп бақыттara. Қолда келіңіздер. Сосын енді айда кеп. Үш бақыт. Құрдақ жеміз. Сақтиярдеп уайымдатқан ошақты, Таңбақылық тұмар тартқан ошақты. бәйгеліктей бабамыздан тараған, биіктерге қанат қаққан ошақты, саңырқай батыры бар ошақты, ол бекердей ақылы бар ошақты, шапырашты ыстығымен бір туған ағайынның
ошақты байлатан аш жүрегім аталы қоңыр бер төртен бөл ошақты билеп жайғасыр. Бірінші осы тойхананың артынан ыстық ай қуырдақ келатыр, соны қарсы алайық. Қуырдақты суытпайық, күткізбейік, ортан ашайық. Бірінші тағамы қарсы алайық. Ортан ашайық. Сөйлетіп болғанымыз, билетіп болғанымыз ұят болар. Сондықтан кештің уақытысы жақсы бәлденіп алыңыздар. Бүгін мінекей ұл қыздары көкемнің, Оразбай көкем ештеңе аяп атқан жоқ. Бұл әнші, биштердің бәрін осында басын қосып отыр. Соның ішіндегі асыл қазына этно ансамбль істерге қызмет жасайтын болады. Кеше ғана Астана қаласында өткен шабыт фестивалінде бас жүлде алып отқан үлкен топ. Алматыда өткен Алматының алғашқы махаббатым атты үлкен конкурсты бас жүлде алып отқан топ. Ақтауда өткен Ақтауым менің мақтауым атты 500 этно ансамбльдің ішінен екінші орынға келіп отырған. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Асыл қазына мемлекеттік ән-би ансамблі алдағы. Бірге шығайық.
ауылға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаңнан анам талай суалған, сенің келіп жағаңнан әкем ағын суарған. Айналайын аққұла қасық салған жағаңда, сенен артық үлкені болар еңнен табам ба. Аралайын еркелеп мұңды алған аққұла, айдың көктем ғашық болып күн нұрлаған аққұла. Сен болмасаң күркілі ашылмайды аққұла, саған деген құмарым басылмайды аққұла. Сенің келіп жағаңнан анам талай суалған, сенің келіп жағаңнан әкем ағын суарған. Айналайын аққұла қасық салған жағаңда, сенен артық үлкені болар еңнен табам ба. Шексіз шыққан жеріңді сүйіп келіп жатасың, бойыңдағы барыңды жиып беріп жатасың. Тырбай сен далалым, атырабын аққұла, тұнығына бойыңды батырамын аққұла. Сенің келіп жағаңнан анам талай суалған, сенің келіп жағаңнан әкем ағын суарған. Айналайын аққұла қасық салған жағаңда, сенен артық үлкені болар еңнен табам ба. Сенің келіп жағаңнан анам талай суалған, сенің келіп жағаңнан әкем ағын суарған. Айналайын аққұла қасық салған жағаңда, сенен артық үлкені болар еңнен табам ба. Сенен артық үлкені болар еңнен табам ба. Осындай әдемі ән болды. Енді әнімізді жұптайық. Тағыза эстраданың жарық жұлдызы, осы қазақ елінің мақтанышы алдарыңызда Төреғали Төрәлінің ассалаумағалейкум деген әнін өзім орындап берейін ағайын. Құрметтеріңізге қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Әннен
қошеметті баласауында көрген жоқпыз ғой. Рахмет. Мынау 7-ші стол күшті екен. Сонда көңілді кісілер екен. Каспий болттарыңыз айтсайшы, ақша салайын ішмейсіздер деген жақсылап. Рахмет. Сондай тфай сіздерден сынап деген жоқ сияқты ғой, бәрі сыйлап, сондай ақ көңілімен, ниетімен келген кісілер екен бұл тойға. Көріп тұр, негізі адам қандай болса, тойы сондай өтеді дейді. Сондықтан бұл кісілердің өте ақ көңіл кісілер екен, осылай байқауға болады жоқ, Құдай қаласа. Хан біліп жүр өз тойын екен. Ой, молодец. Жаным ау жол ақ басына бақ деп енді рахмет бүгінгі кешіміздегі тағы бір екі әдемі сый-сияпаттарды қазір сіздерге беретін боламыз. Сосын жігіттер бір видео дайындаған екен сіздердің қатысуларыңызбен, оны енді осы тосттан кейін көрсетсек, қазір көрсетсек те болады. Сондықтан қарап бағасын берсеңіздер болады ғана. Видикші жігіттердің арнайы сіздер үшін дайындалған видеосын қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Рахмет онда. Оразбай көке, кеше келіңіздерші бір осында үлкен тойда тойды кегесін кім екенде көрмей қаласың, сондықтан кісілер ортаға шақырып, бүгін тойларды, қуаныштары Оразбай көке мені қандай күшті кісі, ортадағы ақшасы азаймасын, қалтадағы осында күшті кісілерді көрген кезде құс көздер секілді қартыдағы бір мақтап қойын. Ал енді кеше көке қазір екі жаққа бір жаппай сый-сияпаттар беретін боламыз. Жаңа көріп отырсақ, ең бірінші кейінгі алыстан келген қонақтарға сыйлық беріп, және негізі алыстан, одан да алыстан, Қарағандыдан алыс келген басқа мемлекет болса тегі жақсы болады, бір сыйлық беріп қойшы осы тойға. Астана ма, кім бір алыстан келіп отырған осы тойға специально. Аты кім? Астанадан келіп отырған ол кісі қазір атын айтамыз, қазір жақсылап сол кісіге бір сыйлық беріп қойшы. Біз өзіміз мен өзім соншама 80 километрден келіп осы Тараз қаласына киелі әулиета жеріне қонақ болып келген кісілерді бір марапаттағанды өте жақсы көремін. Сондықтан Астанадан келіп отырған кісілер бар ма? Өз қол көтеріп өзін шыққан Астанадан келіп отырған кісі болса қымбат сыйлық беріп қойып сол кісіге. Қай столда? Бірінші столда. Үшінші стол Әшірбек Жүніс дейді. Әдиша деген үш кісілер бар. Келіңіздер ортаға. Астана! Астанадан келген анау 1200 километр бағындырып арнайы осы той үшін келіп отыр. Негізі мен әпкемді бағана байқап қойдым Астанадан келгенде. Біздің Таразда мынадай двойка жоқ деп бір мақтап құтты болсын ағалар. Андай ешқандай қинамаймыз, сұрақ жоқ қоймаймыз, просто сыйлық береміз сіздерге. Сол үшін шақырып отырмыз. Арнайы қош келіпсіздер. Астанамыз, қазір деген үлкен басқаламыз. Осындай қонақтарды марапаттамасақ, шығады точно біздің масқарамыз. Сіздер үшін Астанадан келсеңіздер, той қуаныштарыңызды басқарамыз. Мына кісі цех посудасы, осындай шуба, және де алтын комплекті. Рахмет сіздерге. Билеп демеңіздер, билеп жайнастырыңыздар. Видео дайын ма? Ал байқайға тамашалайық сіздердің қатысуларыңызбен видео. Сондықтан өздеріңіз көріп тұрсаңыздар таңғалмаңыздар. Осындай арнайы видео жігіттер 3 видео дайындап келген. Соны біріншіден бастайық. Ал қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар.
осындай ағайын сіздерге деген қызықты видеоларыңыз әлі көп болады. Оразбай көке бір келіп кетіңізші қасымызға. Рахмет. Оразбай көкеме риза болма, саспайды екен, спокойно жүріп, халықтың көңілін тауып, ана құда күткенге таптырмайды деген. Күлшедер әпке, сіз де бір келіңізші. Шаршаған жоқсыздар ма? Қайта шығарып, енді 3-4 сағат тұтты, кішкене шыдаңыздар. Құдай қаласа күнде той болған жоқ, күнде осынша адам басын қосып отқан жоқпыз. Сондықтан бүгінгі көкем қайда? Рахмет. Оразбай көке! Бүгін сенің туған күн, балапаным дәулетім, өмірді сіздің күн құттықтайды әулетім. Азамат болмастан қатар, азат елдің сәулесің, қайда сол сайрапырайым. Бүгін сен жүрек сырайым, осындайда сол сайрапырайым. Айым деген ай, күнім деген ай, өзің үшін өзі мықты, күн жазира жешем деген ай. Шапалың ұрдайды, кімнің тойы деген ай. Ой, жанайым, артыңа алайым, ой, жанайым, артыңа алайым. Тәсілімде жадыратым, мәңгі бірге болайым, тәсілімде жадыратым, мәңгі бірге болайым. Оразбай көкем керекет, бұдан астан егер, ұқтыршымыз болып жүріп тұрып себебем. Шешемізді сыйлаған, өзі сондай сыйлаған, Оразбайдан бар кезде неге қиналған. Ошақты адам бар кезде неге қиналған. Ел жылы қандай жаным бір қайрат нұрдас келгенде болып қалды, бәрі шулап, сондай күшті отыр. Енді Оразбай көке келіңізші, сол қанат сіздің командаңыз болсын, мына аяқты тұрып алыңыз. Өзіңізге Гүлшазира мына аяқты берейінші сізге, активный команда. Кімнің командасы жеңеді, сол сіздерге қазір приз беретін боламыз. Так, Гүлшазира шешемнің командасы дайын ба? Оғана! Әдемі. Оразбай көкемнің командасы сол қана дайын ба? Шеше ауысаңыз ба не істейміз? Не жаңа активный көкен тұр, тәттіда музыкасы көрейік. Оң қанатқа шешемнің қошеметі! Мықты, манақсына енді ашылайды. Көкем сол қанат! Не болып кетті? Кім жеңді шешем? Оразбай деп көріп, үйге аман-есен қайтып көріп десеңші үшін. Рахмет. Көке, жеңіс құтты болсын, Құдай қаласа. Оразбай көке, енді ертең әңгіме өтпесін тойдан кейін. Ойбай, тойдың кегесі қасымызға келмеді, бізбен амандаспады, біздің қолымызды аман деп, сондықтан бәрін көңілін тауып алсыз, жақсыларға жағып алсыз. Енді сол қанатпен бір көкем өзі амандасып келсе, жақсыларға келіңізші Оразбай көке, мен қасыма келіп бір музыка қоямыз, сіздер шулап, және көтеріп білесіздер ғой, не істеу керек екен. Ал бүгінгі тойдың егесі, жігіттің төресі, Оразбай көкем сол қанатмен амандасуға келіп.
Көкемнің бірінші махаббаты деймін, шыдаймай жібек қой. Рахмет, құтты болсын, құтты болсын. Ал енді күн жайсына шешемді көрейік, қалай өзінің оң қанатымен амандасады екен. Жастар орнынан тұрайын деп отырған сияқты, жода күшті болай деп отырған сияқты. Ал қабыл алыңыздар, шешеміз өзінің оң қанатымен амандасуға кетті. Екі келінге риза болғым келеді, келін ба, қыздар ма, кімдер өздері? Рахмет, келіндер ма? Жаным, молодец. Көпшілікке бір сәлем. Құдай қаласа, өте нақсет, мен той қалып кетем деймін қасына. Көмектесіп, бәрі шүстірге сыйлап кел, атамнап шықты, апамнап шықты, күшті таныстырып отыр, молодцы. Мен ойлап қалдым, бана тойға жалдап қойған ба дейін екісіндер же, жақсы өтсін тойды. Екеулеріңізге енді бір задание, әпкемді, мен басқа тойда бүйтетін, оң қанатты бере салатын, сөйтіп екеуі тең болып қалды, действительно. Сонда сол қанаттан бір дайысынды көрдім, сол ойнап жіберейікші. 18 мың теңгеге істетіп келген, шаш үлгісін ортаға алып шығыңыздаршы, кім бір 18 мыңға істетіп келген. Сіз сол қанаттан, сіз оң қанатта бір күшті прическа болады ғой. Анда үйінде жуып келген, жатқызып келген болмайды. Специально суық солынан істетіп келген. Бұндар кетті міне істеп жатыр. Ана көре бересіздер, құда жақтан, төр жақтан, любой жақсы кісілерден. Дайсын береміз, келіңіздер. Әдемілеп, рахмет. Сосын құдалардың тілегін береміз, құдалар дайындала беріңіздер. Қазір 2 столым шығайын деп тұрсыздар, үлкен делегация болып. Сөйтіп Құдай қаласа, рахмет. Ама сыйлықтың бәрін астанап кететін бұл ғұмын Құдай. Коррупция болған жоқ па, бәрі дұрыс қой бізде. Рахмет, сіз құда қиын ма сондай сияқтысыз ба жоқ, бәрі сізге вниманияның бәрі бүгін сізде болды, құтты болсын. Кім боласыз өзіңіз? Сіз сразу көріп тұр ғой, мен атына бір сәлем. Құдай, так сол қанаттан кім бар? Рахмет, мен сендегі 18 дедім ғой, не 36 мың деген шығасыздар сіздер. Рахмет, мына біздің қаламызда ешкім істей алмайды. Мына кісі Астанадан істетіп кетті. Қанша теңге Құдай? 42.500. Рахмет сіздерге. Сіздерге қанша? Алматы қаласы 67 мың. Қаттан жібердіңіз сонда. Хотя 57 десең де болады негізі. Дұрыс, қазақпыз ғой. Сонда Құдай екеуі жаңа ашин, бұршты болған ашин беріп жатсын сыйлықтар деп. Сонда кішкене адаллайық. Қазір Құдай Астана қаласы осыншама теңгені прическа істеймін. Тойдың төрінде бар, тек қана шашыңызды тамашалап келесіз. Күшті сыйлық береміз сізге, мақұл ма? Мынау дайын бәріне. Ал Астана қаласы 42.500 теңгені шашы берсін. Құдай! Қолымда алматыға өтіп кетті. Рахмет, Құдағи, совершенно қысылмайды екенсіз өтелі. Қалай Құдағиның шашы біз ұнады ма сіздерге? Бола ма дайсын берсек? Керемет. Так, Алматы қаласы сіздерге қатып тұр екен, не позволяйды, көресіз ғой. Былай, бейтіп жібере бересіз ғой. Ал сол қанат Алматы қаласы 67.500 деген шашы берсі.
мықты екен, екеуі де мықты ағайын. Риза болды, бөліп жатпаймыз. Екі кісіге де бас жүлденің призі, жаңағы супер фенді, дайсынды, кремді беріңіздерші. Рахмет, аз да болса көптей, құдағи, тары да болса сүртей, сабан да болса шөптей, сыртымыздан сөкпей көріңіздер. Қосып берейік, ойбай, сағаттың 112 оқып, нәқтар құда-құдағилар, байтан құда той төріне келсеңіз, Сенбек құда, Зарылхан құдағи, Саракүл құдағи, Фатима құдағи, Якул құдағи, Болысбек құда, Ғазиза құдағи, Бейімбет, Гүлнар, Ғазиз, Марзия, Сұңғали, Зәулеш, Гүлсін құдағи, Жүсіп, Рая, Ашырбек, Адиша, Жанат, Шарбану бастаған құда-құдағилар, Фатима құдағи, Жанат, Еркін, Раушан, Ержан, Бимайым, Серік, Мәриям, Нұрғали, Сандуғаш, қасымыздан қалдырмаш, Балжан құдағи, Елмира, жегені тек қана клубника Малина дейді, Қанат құда, енді осыма қарады, Ғазиза, Ақмарал, Алынбаған Камал, Табадыр Амал, Нұржан Гаухар, Бақытжан, мархабатты құда-құдағилар. Келіңіздер, Роза, Пируза, Ашок, бас құдалар, келіңіздер, құда-құдағилар, бас құдап бастаған. Ренжімеңіздер, ата қалмайдаса, кей жаталса, тамадан қателік деп біліңіздер. Ашок құда, келіңіздер. Роза, Пируза. Бәріміз ағайына құда-құдағиын үлкен кішісі болмайды дегенмен де балтаны салмағы басында құда-құдағилар қош келіпсіздер, қадамдарыңызға гүл бітсін. Осындай үлкен тойлар сіздерге жұғысты болсын. Кімнен бастаймыз? Астана, Алматы. Бір үлкен тұрып кіші сөйлеген емес дейді, құдағи өзіңізден о дейін. Ең үлкен құдағи осы кісі сияқты өз еңбегін ақтап болған, бүкіл қазақ елі мақтап болған, көңілі де, киімі де қандай бүгін әппақ болған. Құрметті көпшілік, мынау бүгінгі той құтты болсын. Ораз құда, Гүля құдағи, мынау жасап атқан 70 жас тойың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Және мынау кішкентай немереңнің сүндет тойы құтты болсын. Немере сүйіп, шөбере сүйіп, екеуің қол ұстасып, бір жастықта қартайыңдар, Алланың берген жасын жасап, дендерің сау боп, мынау өткен денсаулықтарың артта қалсын. Енді тек қана екеуіңнің көргендерің қызық той болсын. Немере шөбере сүйіп, қол ұстасып, бірге жүріп, өмірлерің бірге өтсін. Дендерің сау,
бала шағаларының қызығын көре беріңдер, тойларың той қыласың. Amin, amin. Құдай, мына 70 жас тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Мына кішкентай немерелеріңіз сүндет тойы құтты болсын. Немерелер көбейе берсін, артынан шөберелер ілесін. Сол немерелердің қызығына тоймай екеуіңіз ауырмай, сыздамай, шапқылап жүре беріңіз. Мына тойға келген қауымның айтқан тілектері, ниеттері бәрі қабыл болсын. Дастархандарыңыз тек қана ақ болсын, жақсылыққа жайсын. Той қаласын. Бар жақсылықты сіздерге тілеймін. Құдамызға бірек шығар, құдамыз осында киім ылғи көк болсын, қарын ылғи тоқ болсын, жегені қасы қарта болып, ішкені сорпа сол болсын, біздің жағда құданың жағдайы бол болсын. Рахмет әрине. Кешір, құрметті ағайындар, құрметті қадірменді қонақтар. Мына қазағымыздың әрдайым осында бір жақсы қуанышты нәрсесі, басымызды бір жиналатын кез ағайын туыстан құда жекжаттың жақсы қуанышты тойлары ғой. Сол себептен бері әрқашанда Алла Тағала бізге жақсылығын берсін, тойын берсін. Енді бүгін құрметтеп, қадірлеп, мінекей осы тойдың да бізде қадірлі қонағы болып отырмыз. Құда мен құдағи, осы жердегі басқа құдалар, рахмет, мінекей арнайы тойға шақырып, көпшілікпен дәм тұздас болып жатырмыз. Аға, мені кеше ғана сияқты жап-жас болып жүргеніміз, енді 70-ке келіп қалыпсыз. Әрине, 70 деген жақсы жас. Әрине, осы кезге дейін ол оңайлықпен келген жоқ қой аға. Көп еңбек еттіңіздер. Балалар келді дүниеге, оларды өсірдіңіздер. Сол себепті мінекей адам қажиды, қартаяды дейді. Бірақ Алланың берген өмірі бар, өлшеп берген. Мына құдағи екеуміз, жаңа үлкен құдағилар айтып жатыр ғой. Алланың сынағы ғой, бір өткен сынақтан өттіңіздер. Бәрімізді уайымдадық. Сол деніңізге саулық берсін, екеулеріңізді мінекей. Осы балалар деген рахмет, жақсы жолға қойыпсыздар. Өте тәрбиелі, әулет жалпы ағайын туыс тату тәтті. Мен өзім жақсы қайран қалам. Міне балалар өздеріңізге арнап, бүгін үлкен бір жақсы қуаныштарыңызды бөлісіп, бәрімізді шақырып той жасап беріп жатыр. Тойларыңыз тойға болсын аға. Ендеріңізге Алла Тағала саулық берсін. Құдалық 1000 жылдық болсын. Енді немереге, шөбереге жұмыс істеп жатсыздар. Солардың қызығын көріңіздер әрқашанда. Еңбектің артында үлкен бір жақсы зейнет деген тұрады ғой. Сол зейнеткерлік жаста қызық көруіңіздер. Алла сіздерге тағы да бір жақсылығын берсін екен. Асқат Қылышбек деген ақын бауырымыздың бір жақсы өсиет сөзі бар екен. Ағайын, әр жерде бір айтылатын нәрсе, сол мына көпшілік отырған жерде осындай жақсы қуанышты мен бір айта кетейін. Бақыт туралы дейді. Бақытқа жету оңай емес қой, бірақ сол бақыттың жолында бәрімізде талпынамыз, бәрімізге сол бақыт бұйыра берсін. Ауызбіршілік ынтымақ, имандылық бар жерде болады ғой деп ойлаймын. Сол себепті жаңа бауырымыздың бір ауыз жақсы өсиеті бар, соны айта кетейін. Бақытты іздесең, әкеңнің қабағында, жоғарыдан іздесең, төменнен іздесең, ананың табанында, алдыңнан іздесең, ұл қызыңның қадамында дейді. Ал арт жағынан іздесең, осы отырған ағайын дос туғанның аманында. Ендеше Алла сартпай ата-ананың қас-қабағын, солардың мейірімі үстем болып тасқындасын. Ол қызыңның қадамын Алла Тағала сәтті қылып, ешқашанда жамандыққа бастырмасын. Осы отырған ағайын туысқан жолдас достардың әрқашанда суыт хабар келіп, өздеріңізді састырмасын. Басқасын пешереден көреміз ағайын.
ең бастысы жердің емес, аспанның астындасың деген екен. Сол сияқты бәрімізде бар күнімізді бір-бірімізді қадірімізге жет бағалай берейік, той боласын. Керемет. Құдеке сөз соқтауыңызды алтын, өзіңізде алтын, сөзіңізде алтын, осындай құдаға бір қол соғайықшы халқын. Екі тамадамыз бар деп қалдым, риза болдым құдекеге. Енді ағам айтып жатыр, Астанадан кейін құдалар түсіреді дейді. Шымқаладан кейін құда түсіреді дейді. Шешем айтады, құдағидың әпкесі бар, Роза құда шақайықта, осы сіздергесін, әлемдеп тілектеріңізді, ниеттеріңізді құдай қаласа. Кейін бастаймыз, той құтты болсын. Тойға жиналған көпшілік қауым барлықтарыңызға той құтты болсын. Ораз тойларына 70 жас мерейтойы құтты болсын, денің сау болсын. Мінекей ауырып тұрғанын арттырдым деген. Мінекей Алла енді ауыртпасын. Осы өсіп өндіріп отырған бала шағаларының рахатын көріңдер. Немере сүйіңдер, шөбере сүйіп атсыңдар. Құдайға шүкір шөбере сүйе беріңдер. Тек қана дендері сау болып, осы балалардың ортасында қос ақылдан қалықтап жүре беріңдер. Мына хан жиеніміздің ата жігіт болғаны құтты болсын, үлкен азамат болсын. Енді сол хандар сіздерге қызмет жасасын. Не жерде жұбатып тұрғанда қандай жарасып болып тұратын еді. Әттен болып жүргенде. Бір кем дүние ғой, тек қана жақсылық, қуаныш үйлеріне кетпесіне жоқта той қыласың. Астанадан келген құдеке, келіңіз өзіңізді тілемейін. Көке, құдеке. Құрметті тойға келген көпшілік қауым, өнер құлан өтпен құда болғанға енді 5-6 жыл болды. Бірінші мәрте енді осындай жақсылықты кеп жатыр. Осы жақсылықтар көбейе берсін. Оразбай құдаман күлі құдағи 70 жасқа деп үлкен осы елді жиып ойлап жатыр деген қуаныштар құтты болсын деген. Бақ қайда барасын, ынтымаққа барамын ғой, ынтымақтарыңыз шулмасын, бірлігі жарасқан өн отбасы екен. Сонда осындай елді құлан болсын. Біріншіден қозғаймасын. Бәрі жақсы болсын. Мынау кішкентай хан құдамызға айтады, өн азамат болсын, атасының, апасының жолы бұл. Одан өн осы еліміздің өн азаматтарын бола берсін. Бәрі осындай той көріңіздер. Бай болыңыздар, бақуат болыңыздар, ауырмаңыздар, денсаулықта болыңыздар. Рахмет. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық мәңгілік болсын құдеке. Алматтан келген құдағи рахмет, келіңіз. Саламатсыздар ма? Туған туысқандар, ағайындар, құда жекжаттар. Мына бүгінгі құданың 70 жас мерейтойы құтты болсын құдағи. Екеуің бір жастықта қартайыңдар, бала шағаларың қызығын көріп, солардың қызығына толмай жүре беріңдер. Кішкентай немеренің жауы берік болсын, үлкен азамат болып, бақытты болсын. Өмірді сүрген жолыңда бақытты болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Аумин, құдағиымызды Қажықстан деймін, рахмет. Діністан қуат елімізге шоқ. Алматы енді Астанадан кейін құдағи. Рахмет. Құдағиына бүгінгі жасап жатқан 70 тойымыз құтты болсын. Одан қосаннан ебелезетін тойымыздың құтты болсын. Мына көпшілік тілеуін келеді дейді ғой. Аман болыңыздар. Осы ағайынның құдаларының жарқырап жүре беріңдер. Мен соны қалайын. Бәріңізге бақытты болыңыздар. Бұл сөздің адам емес, істің адамдар екені көрдіңіздер ғой. Қандай керемет. Құдеке келіңізші ортаға. Әне жылқыма тілек әдеттен деп отыр құдамыз. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін мына біздің Орал құдамыз 70 жасқа толып, хан сұлтан немересін сүндеттеп жатыр екен. Құтты болсын. Ореке, күлеке, құда болғанымызға міне бір 15-20 жылдай болып қалды. Арамыздан айтып жаман сөздер ілесіп жатқан жоқ. Алла бұйырса міне сіздің 70 жасқа келгеніңізге өзіміз ырзамыз. Ауырдың бірақ күле екен. Осы сіздер тіледік. Ауырғанда енді осы кісілер аман есен. Осы 70 емес, 80-ге жетсін, 90-ға жетсін, және 100-ге жетсін деп ойладық. Мына қазақ елі әрқашанда айтады ғой бір-біріне. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. Әр уақытта құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Міне, Алла тағала сіздің үйіңізге әр уақытта құт береке рызық байлық әкелсін. Бағанадан бері тұрмыз. Құда болғанымызда 20 жылдай болды. Астана сөйлесін, Алматы сөйлесін, Ташкент сөйлесін деп жатыр. Саудаңыз қайда құдеке? Міне, қызықшылығың мол болсын. Әр уақытта осындай арамызда күліп ойнап, осы құдалар
ошақ болып жүре берсін. Әр уақытта қазақ елі жасап, барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай үлкен той болсын. Қазақстан әрқашанда тойдан кенде қалмасын. Мынау алыстан, жақындан келіп жатқан құда-құдағилар әр уақытта бақытты болыңыздар. Аңсаған армандарыңызға жетіңіздер. Әттен табалап кетейін десем құда болып тұрмын. Әдеп сақтап, ұрықтық сақтап, жайлап сөйлеп тұрмын. Міне күллі ораз тойларын тойға ұласып, әр уақытта осы біздің мақтанышымыз болып, ортамызда жүре бер. Сізді көргенде алам құлауды көргендей болам Нұреке. Міне Аллаға да жақсы адамдар керек дейді ғой міне. Өзіңіздің туған бет құдаңыз өмірден өтіп кетті, бірақ сізге біз құда болып міне осылайға жеткізіп жатқанға Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңыздың үйіңізде той болсын. Тойдан кенде болмайық қазақ елі. Жаса берсін ошақтар. Не болды нақыс деген ешкім сөйлегісі бар ғой. Тұқтарыңыздап көтерді ме? Рахмет, мені өзім не алмай тұрмын, рахмет. Болды ма не? Точно ма? Өтперені шық па? Еді тамада сөйлетпей қойды деген әңгіме отбасын. Тойдан кейін енді. Давайте, беріңізші. Ал Нұреке, орамал том болмайды, жол болады дейді қазақ ата. Баймен бұлай құда болса артада жолға жүреді, кедеймен кедей құда болса артасында дорба жүреді дейді. Бірақ мына бір айғыр енді, айғырдың толы, айғыр дейміздер. Қалар жетіңіз. Керемет, керемет. Табысты болыңыздар ағайын. Енді осы тағы құдағиымыз бір тілек еткісі келіп отыр, сондықтан құдағи тыңдайды. Ал құрметті тойшыларына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Ал құда-құдағи мына бүгінгі 70 жас тойларыңыз құтты болсын. Мына хан кішкентай немерелеріңіздің тойы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Осы ұл қыздарыңыздың қызығы мен рахатына тоймай жүре беріңіздер. Тойдан той болсын. Керемет, енді сыртта айтқан тілектен іште айтқан тілек қаулы болды дейді, сондықтан қалған WhatsApp-пен сөйлесейік енді. Бағанадан бері би болған жоқ, кішкене билейік. Сағаттың жүзі. Байтан бұда. Байтан бұда, келіңіз, күтіп отыр еліңіз, бір тілек айтып беріңіз. Әрқашанда биік көретін мен басқадан байтан құда, ең жақсы құда, ең мықты құда. Мақтап берсін деп отырсыз. Ал ұрыды, мәкеліктардың құтты болсын, елорын мұқты болсын. Анау немере жөбегінің алақанынан майжала. Екеуіңіздегі өлеңдеріңізде бақыт тілеймін. Денсаулықтарың құтты болсын. Ғасырлардың аңғылында ойнап көріп, жүз жылдап жүре беріңіздер. Не дейсің? Болды ма? Не дейсің болды ма? Мынақсы. Еркін Раушан. Онда бәрі сөйлесін де жатта, сен қайтайық сөйтіп. Мен де қайта берейін мен. Еркін Раушан. Болды, точно ма? Сен келді фотоға түсейік, бұл сөйліп көңілі кең, бәрін сөйлеткісі келіп тұр. Бірақ дегенмен де келгендеріңізді өзі тілек деп білеміз. Аллаға келіңіздер, бір әдемі шоқ-шоқ би ғой бізге. Бір 3 биге берейікші, құдалар билетейік. Ортаға шығайық ағай, ешкім тастаған бастамасын. Бір әдемі көңілді билер, Аллахтан табылайық. Құдалар билетейік ағай.
Біз қазақ батасы ешкімені бастамайды, қазақпыз. Үлкеннен ботаныма батал дейді. Сондықтан ел ағалары келіңіздер. Эузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Я Раббаллах, иманның байлығын, денсаулығын, ырзықтың азаттығын, егілген уақыт беруін, күндері 70 жас құтты болсын. Алла бұйыртып жеңсін. Амин. Астанаңызға, Мәдинаңызға, Жакобек класстастарына да бір ән айта береді, соны шенеден кейін, бірақ өтті жасап, ечі болса, бес соңын дегені, сосын құдайқызы, Беканың бастығы, осында ел ағалар отыр құдайқызы, көлемде керемет істер мұны құға келеді, сондықтан кейін осы себебі қолға саламыз, қазір ертең үстіне енді асыл қазына әмбияны сандыры сіздер үшін бір әдем ән салып берсе, бірге Қазақтың ұлттық өнеріндерін түсірген этно ансамблі асыл қазына. Тұнжырап қайырып келем Талықсып жатып соған соң кетемен ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлік көрем Өтеме жауабын аларына Олардың орғы бітірін санарына Шарықтың жұрағында жолын алдыға Мен болсам арман Сондықтан бүгінгі достар болып, класстастар болып, бірге тойды көтерейік. Ал құрметті ағайындар, мына бүгінгі Қан сарайда Ақсарай мейрамханасында Алланың қалауымен
бүгін Ораз Гулияның 70 жасы болып жатыр екен. Алла алдынан жарылқап осы тойды аман есен өткізіп, бәріміз қуанышты отырайық, бәріміз алға шықтық. Өзіміздің Талас ауданы, Бостандық ауылы, Талапты ауылы, бәріміз бір жерге Бостандық Алғарас орта мектебінде оқығанбыз. 10 жыл бірге оқыдық. Сол ауылдан естелік болсын. Қара шаңырақ деген бір әннің бірі қалмауыңыздар. Сөзін жазған Мырзабай Әуесханұлы Шәкірбаұлы ақыны. Балалығым жасында ойынға да аттығын бір басыма қара шаңырақ сенің әрбір кірпішің мен үшін сол қақпа қара тасындай мен үшін сол қақпа қара тасындай қара шаңырақ шықпайсың бір ойына сен ойласаң өтер тулайды бойына ол күндердің сүйетіні кім білген бір өзіңде балалық шақ із қалар бір өзіңде балалық шақ із қалар қара шаңырақ сағынар өзіңді өткен балалықты сағынар қара шаңырақ сағынар өзіңді өткен балалықты сағынар Бұлғайды болашағым алдына арман қуып босағаң аттанады маңдайымнан аяуланам иіскеліп сағынышпен қоштасқаны еске алам сағынышпен қоштасқаны еске алам жатушы едік ойлап көріп асылса қалғандай енді бүгін жабырған ойланыппын ол күндердің бұл күні сағынышқа айналарын сағым бол сағынышқа айналарын сағым бол қара шаңырақ сағынар өзіңді өткен балалықты сағынар 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 той құтты болсын.
разы болсын. Мың алғыс. Серғілген қылымыз кішкенеден кейін тағы бір өлеңі. Рахмет. Енді бізде әншілер бүгін өте көп. Сондықтан бүгінгі бәрі Ораз көкемнің тойын керемет қылып атсалысқалы жатыр. 9-шы столда да бір әнші отыр екен. Осы кісінің бір әдемі әнін тыңдасақ, апайсыз ба? Келе қойыңыз. Бір жақсылап ән салып берсеңіз қалай болса. Қайсысы? Ой, рахмет. Ой, бұл кісіні танимыз ғой. Бұл кісі қызыл көйлекті айтқан кезде бәрі вальске шақыратын шығармыз қазір қалай болса. Рахмет сізге. Вальс еттік үстінен қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар.